Тарихи деректер арасында қияли хикаялар өте көп. Соның бірінде Римде жылдың арнайы бір күнде торғайлар ұшып келіп, торғай ескерткішке зәйтүн жемістерін алып келеді екен. Рим тұрғындары осы жемістерден зәйтүн майын шығарады екенміз. Бұл әңгіме табиғи зәйтүн майын өндіру процесіне мүлде сай келмей. Тағы бір оғаш хикая қақпалар қаласы жайлы. Хикая бойынша осы шаһар 30 күндік қашықтыққа созылған 1000 қақпасы бар екен. Бұл хикаяға алдағы уақытта тағы тоқталып өтеміз. Қалалар қауіпсіздікпен қорғану үшін құрылады. Алайда мұндай тым үлкен қаланы басқару мен қорғау мүмкіндігі жоқ. Мұндай қала қауіпсіз бола алмайды. Тіпті мыс қала жайлы ақпаратта жалған. Айтушылар бұл қаланың құрылысы толығымен мыстан жасалған, қала Сижилимса шөлінде жайғасыпты мыс. Оны Мұса ибн Нусайр Мароккоға қарай өтіп бара жатқанда көрген екен. Бұл шаһардың қақпалары жабық болып, қабырғаларының үстіне шаққан кісі қатты қуаныштан есі кетіп, өзін қала ішіне қарай тастап жіберіп, қайта келмейді екен. Бұл хикая адам ақылына сыймайтын ертегі айтушылардың ойдан шығарып айтқан хикаялар ғана еді. Сижилмаса шөлі арқылы көптеген саяхатшылар мен жол бастаушылар өткен. Алайда мұндай шаһар жайлы ешқандай мәліметтер айтылмайды. Бұл әдеттен тыс мүмкін емес нәрсе саналады. Шаһардың көрінісі, ерекшелігі табиғи заңдылықтарға мүлде теріс саналады. Адамдар металды әдетте ыдыстар, жиһаздар жасауға қолданады. Ал қаланы толығымен металдан соғып шығу еш қисынсыз, тіпті мүмкін емес. Мұндай ақпараттар өте көп. Ондай ақпараттарды өркениеттің табиғатына сай тексеру керек. Өркениет табиғатына сүйену ол ақпараттың ақиқатын жалғаннан ажыратуға ең жақсы әрі ең дұрыс тәсіл. Бұл тәсіл тіпті ақпарат жеткізушінің әділетті немесе сенімсіз екендігін анықтаудан да бұрын жүзеге асырылуы тиіс. Бұл тәсіл тіпті ақпарат жеткізушінің әділетті немесе сенімсіз екендігін анықтаудан да бұрын жүзеге асырылуы тиіс. Егер ақпаратта баяндалған оқиға орын алуы мүмкін емес болса, онда жеткізушінің сенімді немесе сенімсіз екендігін анықтап жатудың еш пайдасы жоқ. Осы ақпараттарды дұрыс екенін тексеру тәсілдері жеткізушінің әділетті немесе сенімсіз екендігін анықтау арқылы жүзеге асады. Келесі кезекте тарихи оқиғалар жайлы мәліметтердің рас немесе өтірік екендігін шариғатқа салыстырып анықтау керек. Ақпаратта айтылған оқиғалардың болу мүмкіндігі немесе мүлде болмауын тексеру міндет. Бұл тексеру жеткізушінің сенімді немесе сенімсіз екендігін анықтаудан да маңызды саналады. Сонымен қатар жеткізушіге қатысын сұрастыру арқылы тек қана осы оқиғаның болып өту ықтималдығы бар немесе жоқ екендігі анықталуы мүмкін. Демек, тарихи ақпараттарды шариғат негіздеріне сай келетінін тексеру арқылы шынайы ақиқат анықталады. Олай болса ақпараттың растығын жалғаннан ажырату үшін негіз болатын қағида, адамзат қоғамына, өркениет табиғатына шолу жасау, қоғамға тән шариғат мен ерекшелігін, оның талаптары саналатын істерін немесе саналмайтынын, болуы мүмкін емес жағдайларды бір-бірінен ажырата алу тиіс. Біз осылай талдасақ ақпараттың рас немесе өтірік, жалған көзқарас екендігін анықтаудың таразылау өлшемін тапқан боламыз. Осыдан кейін өркениеттер ерекшелігі жайлы ақпараттар естісек не ақпаратты қабыл ету, не қабыл етпеу керек екендігін анықталады. Бұл тарихшылар үшін ақпараттың ақиқат немесе жалған екендігін анықтаудың дұрыс өлшемі үшін таразы болады. Жазылған еңбегіміздегі бірінші кітабының негізгі мақсаты осы. Көріп отырғанымыздай бұл өзіне тиесілі тақырыптары мен ерекшеліктері бар ғылыми пән. Оның тақырыбы адамзат өркениетінің, адамзат қоғамының ерекшелігін үйренуден тұрады, әрі өзіне тән сұрақтарға жауап береді.
әсіресе өркениеттің мәні мен табиғатына сай шариғат пен жағдаяттар байланысын біртіндеп түсіндіреді. Осылайша бұл ғылыми пән басқа әр қандай ақли әрі нақылы ерекшеліктерге ие. Есіңде болсын, тарих ғылымына осы өлшем арқылы назар салу пайдалы іс саналады. Бұл ұзақ әрі терең зерттеу арқылы жүзеге асады. Бұл білім логика ғылымдарына тиесілі болған риторика тәсілінен бөлек. Риторика тәсілі адамдарды пікірді қабыл етуге немесе терістеуге негіздейді. Тіпті бұл саясат ғылымына тиесілі білім болып саналмайды. Ал саясат болса, этика әрі фәлсафа талаптары негізінде адамдар тіршілігін үй басқарушысынан бастап шаһар басқаруға дейін шұғылданады. Оның мақсаты болса, адамзаттың түрлі сипатын сақтап, әрі оның нәсілін жалғастырушы болып, адамдарды белгілі дәстүрге бағыттайды. Тарих ғылымының тақырыбы жоғарыдағы екі ғылымның тақырыбынан кейде өзгеше болса, кейде ұқсап та кетеді. Тарихты бұл тұрғыдан бүтіндей жаңаша пән деуге әбден болады. Өміріммен ант етейінмен осы тарих мәселесінде ешкімнің пікірталасына тап келмегенмін. Білмедім, бәлкім естімей қалған шығармын. Бәлкім бұлай ойлау қатеде шығар. Мүмкін осы ғылымның тақырыптары жайлы егжей-тегжейлі жазған біреудің болуы да мүмкін шығар. Алайда олардың еңбектері бізге жетіп келмеген.